Баршаңызға сәлем достар. Бүгін осындай өте керемет дәмді болып шығатын гуляш дайындаймыз. Мен гарниріне күріш пісірдім. Өте дәмді болып шығады, жасап көріңіздер. Видеоны толығымен көріп, маған лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Және маған тіркеліп кетіңіздер. Келесіде бірінші болып көретін боласыздар. Барлық құрамдарын описание бөліміне жазып қалдырамын. Ең бірінші майымызды құйып, табамызды қыздырып, үстіне жуамызды ұсақтап турап саламыз. Әбден қуырып аламыз қыздырып. Одан кейін майдаланып туралған етімізді үстіне салып қуырып аламыз. 5 минуттай қуырып болғаннан кейін үстіне суымызды құйып, тұзымызды, бұрышымызды салып, 1 сағаттың көлемінде баяу отта пісіріп аламыз. Етіміз пісуге жақындағанда сәбізді теркадан өткізіп, осылай үстіне саламыз. Одан кейін паприка қосамыз. Дәміне қарай тұз, бұрышын салып, жақсылап араластырамыз. Енді үстіне ұн саламыз. Үлкен ас қасықпен қасық жарымдай салсаңыздар жеткілікті болады. Үстіне су құймай тұрып осылай ұнымызды салып аламыз. Өйткені ұнымыз қамық болып қалуы мүмкін. Сол себепті су құймай тұрып осылай араластырып аласыздар салып. Одан кейін үстіне томат пастасын саламыз. Қайнап тұрған ыстық суымызды құйып, 5 минутқа тындырып қоямыз. Оған дейін біз күрішімізді дайындап аламыз пісіріп. Енді күрішімізді дайындау үшін біз қазанымызды қыздырып, ішіне кішкене май құямыз. Майды ондай көп құймайсыздар, және тазалап, жуылып тазаланған күрішімізді саламыз. Күрішімізді алдымен жуып, кішкене кептіріп қоямыз. Одан кейін барлығын қазанымызға салып, астын баяу отта кішкене қыздырып қуырып аламыз.
Осылай күрішіміз кішкене қуырылғаннан кейін үстіне қайнаған ыстық суымызды құямыз. Күрішіміз батқанша өте көп құймаңыздар, тек күрішіңіз батса сол жеткілікті болады. Дәміне қарай тұзымызды салып, астын баяу отта 10 минуттың көлемінде пісіріп аламыз. Суымыз сорыққаннан кейін күрішіміз піседі. Міне біздің күрішіміз дайын болды. Өте керемет болып шығады, жабыспайды. Өте дәмді болып шығады. Осы әдіспен жасап көріңіздер. Енді осылай күрішімізді кесенің формасына салып аламыз. Одан кейін тарелкамызға саламыз. Қасына дайын болған гуляшымызды салып ұсынамыз. Өте дәмді болып шығады, балаларыңыз міндетті түрде сүйіп жейтін болады. Ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сау болыңыздар.